Менде тура осындай болып жүр, оң жақ жауырынның астында шаншу бар ашиды дейді. Бұл неден болуы мүмкін дейді. Бұл сіздегі остеохондроз деп айтылады. Остеохондроз, сіз МРТ жасатсаңыз, ол сіздегі остеохондроз деп диагноз қойып береді. Остеохондроз ол негізі кодовый сөз медицинада. Бұның астарында омыртқаның қисаюы жатыр. Омыртқа қисайған жерде нервтар қысылып, қан жүрмей қалады. Массажистке барсаңыз, массажист сізге жауырынның жабысып қалған деп айтады. Массаждан кейін әрине қан айналым временно кровоток қан айналым кеткеннен кейін 4-5 күнге дейін жақсарып қаласыз, қайтадан басталады сол. 4-5 күннен кейін сол бұрынғы ашу сезімі, дискомфорт, отырған кезде жайсыздық сезінім өте көп. Бұндай сұрақтар, бұның барлығы бізге әрбір пациенттерде болады. Сол себепті келіп омыртқаңыз, қисайған омыртқаңызды түзетіп кетсеңіз, барлығынан 100% айығасыз. 30 жыл болсын, 40 жыл болсын, оның барлығы восстановить етіледі. Сол себептен келем десеңіз, әр қалада қабылдаймыз. Астана, Алматы, Ақтөбе, Қызылорда, Тараз, Екібастұз қалаларында. 8 702 712 3068. Мұхтар Костоправ.